мен Жанерке Сағымжан министрліктің осы апта көлеміндегі айтулы жаңалықтарымен таныстыратын боламын. Ташкент қаласында Қазақстан мен Өзбекстанның авиациялық билік органдарының келіссөздері өтті. Келіссөздер барысында тараптар рейстер санының одан әрі ұлғаюы және ұшу географиясының кеңеюін талқылады. Тараптар Астана-Ташкент бағыттары бойынша рұқсат етілген рейстер санын аптасына 12-ден 36-ға дейін және де Алматы-Ташкент бағыттары бойынша 20-дан 36 рейске дейін 2 еседен астам ұлғайтуға уағдаласты. Қазақстан құрылыс және сәулет ғылым зерттеу және жобалау институтының мамандары Шымкент қаласының Қаратау ауданындағы 9 қабатты тұрғын үйдің 3 қабатты фрагментіне вибродинамикалық және де статистикалық сынақтар жүргізді. Сынақтар B3 типті гидродинамикалық машинамен бірнеше кезеңмен жүргізілді. Алынған мәліметтер өңделді және талданады. Елордалық әуе айлағы 2-ші жыл қатарынан орталық Азия мен ТМД-дағы үздік өңірлер әуежайы болып танылды. Марапат осы күндері Амстердам қаласында өткен халықаралық көрмеде табысталды. World Airport Awards әлемдік әуежай институтындағы ең беделді марапат. Бұл сапа стандарты болып танылады және де әлемдегі әуежайлардың тұтынушылардағы қызмет көрсету деңгейі мен ыңғайлылығын бағалайды. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Динара Шиглова ақштың оңтүстік және орталық Азия бойынша сауда өкілеттілігінің көмекшісі Брэндон Линчпен кездесті. Кездесу барысында тараптар екі ел арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықты дамыту және нығайту мәселелерін талқылады. Тараптар іскерлік әңгімеге ризашылықтарын білдіріп, Қазақстан мен ақш арасындағы қарым-қатынастарды одан әрі дамытудың маңыздылығын атап өтті. Азаматтық авиация комитеті Египеттің авиациялық билігімен бірлесіп, Air Cairo Египеттік авиакомпаниясының қазақстандық тұрақты жолаушыларының рейстерін ашу мәселелері пысықталды. Осылайша авиакомпаниялар аптасына 2 рейс жиілігімен Астана-Шарм-эль-Шейх және аптасына 2 рейс жиілігімен Алматы-Шарм-эль-Шейх бағыттары бойынша тікелей тұрақты жолаушылардың рейстерін орындауды бастауды жоспарлап отыр. Министрліктің осы апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар осындай. Амандықта жүздескенше.